ответ беруге жазғандарына қолым тимеген шығар. Бірақ ой қолым тимеді дейтіндей бүйтіп керемет деп ештеңе жазған жоқ. Просто қалайсың, қашан кездесе аламыз, бүгін боссың ба, болды. Бос емеспін, жұмыстан все. Әңгіме бітті сонымен. Одан кейін бір күн жоқ, кешке қарай мен жұмыстан шығамын, азанда жазған. Бүгін кездесе аламыз ба кешке? Все хорошо, болды. Сонымен бітті әңгіме, саябаққа бардық, жүріп қайттық. Үй жаққа дейін әкеп тастайтындай болды. Машина саябақта нормальный әңгіме болды, бәрі күшті. Мен оған ешқандай әңгімем жоқ. Машинаға қалай отырдық, үй жаққа жетем дегенше үн-түнсіз музыкасын қосты, өзімен өзі болды. Андай көрініп қалды маған, для эфира деп ше, для галочки, все. Кездестім ба, кездестім деген сияқты бір вау, күшті болды. Маған үміткер келді ғой деген нәрсе, онда ешнәрсе байқаған жоқпын. Жоқ, неге ренжіп отырғанын түсінбедім. Әйтеуір кездесу болды ғой бастысы. Баласахан уақыт бөлу болды, көңіл бөлу болды. Әйтеуір кездесу. Негізі Баласаханым кеше мен эфирдан шыққаннан кейін осында 2 сағат күттім. Ол мысалы, ол да 2 сағат күтуде алтын уақыт қой адамның. Мен сізге айттым, мені күтпей ақ қойыңыз дедім. Мен айттым бұл кісіге, мені күтпей ақ қойыңыз, мен сіз келем дегенше мен дайын болып қалам. Мен өзім ұйқыдан ен тұрып атқам, реально кешке қарай мен суткадан келдім да жұмыстан. Сөйтіп қала пробка деді. Мен саған қарай пробкаға қадалғым кеп тұрған жоқ деді. Какая разница, пробка бола ма, болмай ма? Главный келсе болды емес па? Жоқ, қатысушылардың барлығы білет, менде маңызды шаруа болып тұрса да, мен осында қалып, пробканың басылғанын күтем. Онда осында ең соңғы кететін менмін осы студияның алдынан. Онда кездесудің керегі жоқ еді негізі. Неге? Реально қолыңыз бос болмаса, сіз мен айтып, типа міндет қылып айтып отырсыз да маған. Мен қолым бос болған жоқ еді, бірақ сен деп мен қолымды босаттым ғой деп ше, олай керек емес. Баласахан. Жоқ, енді рас әңгіме ғой. Ренжитін түгі жоқ. Кеше мысалы әп-әдемі әңгіме айттық. Жоқ, мен оған ешқандай әңгімем жоқ. Енді әңгімең неге нақты? Көңіл бөлмегеніңізге только для галочки, только эфирға ғана кездесу керек болды, көрсету керек болды. Сізге солай көрінді. Маған солай көрінді, менің айтып отырғаным сол. Или мені ажырасқан 2 баласы бар, менің талабыма сай емес деген сияқты қарады ма, білмеймін. Маған солай көрінді, реально. Сондай әңгіме айтылды ма сізге? Мен сізге оны кешеде айтқанмын, кездесуде мен айттым. Ернар. Маған солай көрініп қалды деді. Баласахан, қайырлы күн. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Гүлзат ханым, өте әдемі болып тұрсыз. Енді Нұрдәулет барында шынымен қарап, сәл-сәл қарным ашып отыр негізі. Бұрынғы Нұрдәулет жалындап тұрған от Нұрдәулетті қазір көріп тұрған жоқпын. Сенде бауырым қазір менмендік көбейіп кеткен сияқты. Сәл кішкене тәкаппарлық бар сияқты уже бойыңда ше. Мен главный мен кездесім ғой, не істеп аласыңдар деген сияқты сен сол күйде отырсың да Нұрдәулет негізі. Хотя бы ең бастапқы кездесуді күшті бір жерге апарып, жақсы бір 2-3 сағатыңды бөлген кезде мұндай әңгіме болмайтын еді. Бірақ сенің қазір бойыңда, білмеймін, бұрындағы Нұрдәулеттің бойындағы қасиеттер қазір жоқ сияқты. Или сенің ішкі руханиятың әлі бос па, әлі бір нәрсені іздеудің үстіндесің ба? Егер ондай болатын болсаң, білмеймін енді, не үшін үміткер күтіп отыр деген сияқты сұрақ қой. Өйткені сен қазір үміткерді білмеймін, попросту айта салып отырсың да, маған бәрібір мен жолықтым главный деген сияқты қып ше. Білмеймін, неге ондай болып кетті? Ернар, күшті жер деп жатсың ғой енді. Кеше мен ойлаймын, ең күшті жерге бардық. Ол жерді бар ғой, көп адамдар біле білмейді негізінде ше. Өте керемет андай адамның бір миын тыныштандыратын, жақсы әңгіме айтатын жерге бардық. Жүріп те әңгіме айттық, отырып та әңгіме айттық. Мен ойлаймын, андай нәрсе просто Нұрдәулет қыз баласының сен бастапқыда кішкене уже көңіліне қаяу түсіретін әңгімені айтып қойған сияқты негізі. Қыз баласы келді, шымылдық ашылмай тұрған кезде ма, ажырасқанмын дегеннен бастап Нұрдәулет уже шегінген болатын. Сол нәрсе бір, екіншісі, мен главный сенімен жолықтым ғой, соған риза болсайшы деген кейіптегі Нұрдәулетті көріп отырмыз. Просто мен солай ғана ойлаймын бос. Ажырасқан, ажыраспаған бұл жерде ешқандай әңгімесі жоқ. Ешқандай себебі жоқ. Өйткені біз сырласуда сол кезде кірген кезде бала туралы да, ажырасу туралы да біз әңгімемізді қозғап, мен айтқан болатынмын. Бұл жерде негізі баламен тұру-тұрмау екеуміздің қолымызда деп айтқан болатынмын. Андай нәрсе просто сенің бастысы сенің бойындағы қасиеттер, сенің адами қасиеттерің, ертең баламен менің мәмілем жақсы болу екеуміздің қолымызда деп айтқан болатынмын. Білмеймін енді, талаптарыңды айтқан кезде сен астын түртіп айта кеттің да, плюс 18 бен 20, и ажыраспаған болу керек деген нәрсеге сүйене отыра, сен бәлкім сол галочка үшін жолға саған сияқтысың. Өйткені қыздың назы өте орынды деп ойлаймын. Қазір келіп, маған для галочки эфир үшін ғана шыға салдыңыз, сіз дегені өте орынды үміткер ханымның. Сен кемі 4-5 сағат бір кофе ішсеңіздер де тыныш жерде, ол жүріп қайту емес не обязательно, тілдесіп, хоббиін сұра, интересін сұра, или басқа нәрселерін сұрасаң, қазір бұндай әңгіме болмайды деп ойлаймын Нұрдәулет. Жоқ, біз хобби туралы әңгіме айттық, мысалы. Хобби туралы болсын, басқа нәрсе болсын, әңгімемізді айттық, кофемізді іштік. Сен айтқан, мен өте керемет кездесу болды негізінде. 2 сағаттай
бізде кездесу созылды. Мадина. Қайырлы күн Балауса ханым, үміткер ханым, қош келдіңіз, Гүлзат, иә? Жалпы енді ана жақта көріп отырсақ, Нұрдәулеттің көңілі мүлдем басқа жақта сияқты да, негізінде былай қарап отырсаңыз. Себебі неге деп сұрайтын болсаңыздар, себебі ана жақта енді күнде көріп жүрміз, бәленбай уақыт осы жақта күтемін, пробканы күтемін деп айтып жатыр, бірақ қасында қандай ару екенін көбіңіз енді көріп те жүрген шығарсыздар деп те ойлаймын. Бірге күнде қайтып жүрген адамға мүмкін көңілі ауып жүр ма деген сияқты менің тұспалым бар болып тұр енді. Өзі де білетін шығар кім туралы айтып отырғаным, иә? Сол күнде бірге қайтып жүрген Аидамен мүмкін араларында бірдеңе пайда болды ма, мүмкін үміткеріне көңіл бөле алмаудың себебі де сол ма, және де алдынан бері айтып кетіп еді, өзі бір қатысушы ортаға шыққан кезде айтқан болатын, бәленбай күн уақыт, сенде уақыт болды, неге бір-ақ рет қана кездестің деп өзі де айтқан болатын да. Сол кезде уже қазіргі сөзіне өзі қарсы шығып тұр. Жоқ, Мадина, бұл жерде причинаның бәрі менде ғана болып тұрған жоқ қой. 4 күн кездеспеудің. Ол қыздың да, мысалы, жұмыстан қол босамады да. Тура сол сияқты бұл босаған кезде менде қолым босаған жоқ. Сияқты сен жағыңа. Жоқ, ешқандай атмаск емес. Жай ғана сылтау сияқты. Үміткер хан дұрыс айтып отыр, өзінің позициясы дұрыс. Балауса хан. Ғалымжан. Саламатсыз ба? Мен көріп тұрған жерім Нұрдәулеттің вообще көңіл болмаған сияқты. 4 күн болды ғой. 4 күнде сен неужели бір встреча жасай алмадың? Сіздің жұмыс уақытыңыз неше кейін біле кетсек? Мен сол күні эфирден шыққаннан кейін ертеңіне азынан мен суткаға кетуім керек болды. Келесі, ладно, жарайды, келесі күні бір сутка істеп, бір сутка демаласыз ғой сонда? Жоқ, именно сол күні менде сутка болып қалды да, сменам. Негізі кәдімгі азынан кешке дейін істейтін жұмыс. Сол күнге қадалып. Мақсат, жарайды, сол футболға бардық деп жатсың, стрелканы бұрмай қой. Сол футболға да бірге алып баруға болатын еді. Өткені біздің қатысушы қыздарымыз да барды ғой. Өте дұрыс айтасың, бауырым. Футболға алып барсам болатын еді. Бірақ мен айттым ғой, футболға барып, политетіп отырғанға қалай қарайсың? Маған айтылды жерде, бірақ мен айттым, мен футболға ешқандай қызығушылығым жоқ, маған қызық емес. Мен қызық емес жеріме барғым келмейді. Солай айтылды ма? Мен солай айттым, маған қызық емес, мен қызық. Бірақ сіз енді бұл жерде футбол ойнау үшін отырған жоқсыз ғой, негізі. Жоқ, футбол ойнауға келмеген шығарсыз. Жоқ, бұл жерде Нұрдәулеттің айтып жатқаны, мен бірге жүр деп шақырдым ғой деп айтып жатқан. Сырласуда отырғанда айтты, если хочешь жүр деді. Бірақ мен Балауса мен айтайыншы. Тимур сөз сұрап еді. Тимур? Жоқ, Нұрдәулет, сенде мына жерде ешқандай қызығушылығы жоқ екенін көрініп тұр. Ол бірінші эфирде де үміткер келген күні көрінді ол нәрсе. Сол кезде неге таныстықты жалғастырдың, сен осыны білдің ғой, сен қызығушылығы жоқ екен ол адамға. Сен талаптарына да сай келмейді, қызығушылық болған жоқ сенде. Неге енді сен 4 күнде бір кездескеніне оны бір әлдеқандай қылып айтып отырсың да, міндетсініп айтып отырсың? Жоқ, бұл берді міндетсініп емес, қалай түсінбедіңіз? Нақ бәрін бір сөз қайталап айта бересіңдер. Шымылдық ашылды. Мен айттым, қыз өте әдемі дедім. Ол уже қызығушылық бар деген сөз. Ал ары қарай жаңағындай жас мәселесін, үйленіп ажырасу мәселесін, ол адамның өзіне байланысты ертең менің ойымның өзгеріп кетуі. Жоқ, сенде ол бірінші күні байқалды, негізі қызығушылық болмағаны байқалды. Сен просто мына жерде міндетсініп эфирді создың ба, бір білмеймін не үшін істегеніңді. Бірақ сен көрінді ғой, сені бірінші күні қазірдің өзіне де көрініп тұр ол нәрсе. Аида. Балауса ханым, қайырлы күн, әжіре түсініп отырған жоқпын. Гүлзат, негізі үміттеніп келген сіз ғой, негізі мүмкін Нұрдәулетті аша алмаған сіз боларсыз. 4 күн бойы жоғалып, мүмкін жауапты Нұрдәулетке, қазір кінәнің бәрі Нұрдәулетке артып отырған секілді болып тұрсыз. Мүмкін енді Нұрдәулетті ашу негізі жігіт баласын ашу үміттеніп келген қыздан бір шаг болу керек деп ойлаймын. Үміттеніп келгенім шаг емес па сонда? Қаншама одан кейін сіз ашуға тырыспадыңыз ғой. Қалай мен ашуға тырысу керек? Өзі хабарға шықпаса, маған жазбаса, хабарласпаса, мен өзім бірінші жазуым керек па? Мен осы жерге шығуымның өзі қаншама нәрсе екенін біліп отырсыз ғой. Сіз үміткер болып келген болсаңыз, бұрын түсінесіз. Болды, рахмет. Айтайыншы Балауса ханым. Бола ма? Негізі қош келдіңіз. Әрине, бізге көңіліңізге қаяу түсіргім келмейді, бірақ та енді сіздің келгеніңіз сақпетті міндет сияқты отыр негізші. Нұрдәулеттің өзінің айналысатын істері бар. Бағана футбол ойнауға келдің бе сен не жаққа деп жатсың да, енді ол оның сүйіп-сүйетін нәрселерін сіз үшін жасап кетпейді ғой енді ол уақыттарда. Сіз бағана жігіттер айтып тұрған Ғалымжан дегендерге мысалға, өзің дей онасың кімге пір боласың дейді ғой. Алдында Ғалымжанның өзінің несін көрдік. Кездесуін қалай өткен деген сияқты. Егер де лайықты біреу айтса ештеңе демей отыра беретін едім, бірақ та бәрі енді Нұрдәулетке бағанағыдай ойбай сен қаламадың, кездеспедің. Егер де Нұрдәулет кәдімгі байыптағы жігіт қой, қаламаса, Балауса ханым, мен қаламадым, мен қабылдамаймын деп айтуға бұның құқығы бар ғой негізі Балауса ханым. Сол кезде айтуға болар еді. Сен бастамаста ажырасым дегеннен кейін өзі қаламадың дейді да сен. Сен сол кезде қабылдап қойдың байқамай деген сияқты. Бірақ та сол кезде оның несі болды, таңдауы болды ода.
егер қабылдағысы келмесе сізді шынымен ажырасқаныңызға сондай критерийде болатын болса, ол сол кезде қабылдамайтын еді. Ол көрді барлығын. Сондықтан сізге түсіністікпен қарады барлығын, бірақ сіз енді кәдімгідей оған нұқып айтып жатсыз. Сіз ойнауға келдіңіз ба мына жаққа, типа жар іздеуге келіп тұрсыз ғой деген сияқты. Наоборот, түсініспеушілікпен кішкене сөйлессеңіз әдемі болар еді деп айтқым келіп тұрсыз. Менің айтып отқаным дұрыс емес па? Жоқ, сіздікі дұрыс қой, бірақ та соны басқаша жеткізуге болады. Сіз ұрысу арқылы Негізі жеткізесіз. айтады ғой, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Мүмкін қасындағы мына Аида деген қыз кім? Қайсы қыз Аида деген? Сіз ба? Мүмкін сол кісімен де бір нәрсесі бар шығар. Балауса ханым осы жерде қоса Аида риза. Ол шығар деп тұр. Балауса ханым Аиданың күлкісі жиылмай отыр, білмеймін. Мен де олай ойлап отырған жоқпын. Неге? Себебі өткен жолы дәл осы әңгіме айтылған болатын. Сол кезде қарындасымдай көремін, дос сияқты сөйлестік, жай ғана дедіңіз. Өте жақсы араласам, өте ашық қыз ғой, өздеріңіз білесіздер. Өзін шығып таныстырған кезде де өте яркая болып осы жерде барлығынан ше өте күшті общениеге жақсы да негізі ше. Содан кейін де өткен жолы тоқтам қойылғаннан кейін мен тіпті мән беріп отырған жоқпын ол әңгімеге. Ринат. Саламатсыз Балауса ханым, Үміткер ханым, қош келдіңіз. Мына жерде Нұрдәулет, сен просто айтып отырсың ғой, ашық қыз, қарындасым деп жаңа Мадинаны өзі қозғаған өзінде бұл әңгіме талқыланбады негізі. Мен алдында негізі бір мәрте осыны айтып өттім ғой. Бірақ өздерің мойындағыларың келмейді. Сен мысалы мен сенге мынандай сұрақ қояйын. Мына Айда тамаққа бардық қой алдында, білесің бе, 2 рет бардық тамаққа. Мен просто сені сұрадым. Айда Нұрдәулетке, мен қаяқтамын, Нұрдәулет сол жақта дейді. Уже көріп тұрсың ба, сен қарындасым деп жүрген қыз, уже саған сен уже оған үміт беріп қойғансың. Түсіндің ба сен соны? Ол тұрған жоқ па, қара, Нұрдәулет, ол сен келген сайын біз білеміз қыз баланың көз жанары қандай болатын. Оны өзің де беске білесің. Сен де примерно оны біліп жүрсің ғой. Мына Айданың өзінің көзі отыр, Балауса ханым. Нұрдәулет қалай келіп сөйлейді, Нұрдәулет Айда бар жерде Нұрдәулет келсе, Айданың уже дейтін аспанға ұшып кетеді ғарышқа. Махаббат әлемінде жүр уже Нұрдәулет қасында жүрген кезде. Мен просто сұраймын ғой, ол маған билеп жауап береді Балауса ханым. Мен қаяқтамын, Нұрдәулет сол жерде отырады. Әңгіме уже солай кетіп жатыр Балауса ханым. Осы жерде жауап бере салайыншы. Негізі бар ғой, Ринат всегда осы түймедей нәрсені түйедей қылып отырады ғой. Енді ол кезде расымен біз асханаға барған болатынбыз. Одан кейін біз бірінші Нұрдәулет екеуміз тамақты алып стол екі жаққа қарай кетіп қалдық та. Сосын Нұрдәулет тамақтарын қойып, кетіп қалды, сыртқа қарай шығып кетті. Сосын артынан Ринат келді де, Нұрдәулет қайда деді. Сосын екеуміз енді бір столикте 2 тамақ тұрғаннан кейін мен айттым, мен отырған жерде, значит, Нұрдәулет те отырады ғой деген секілді, бәріміз бір жерде отырамыз ғой деген секілді. Енді білмеймін бұны қандай оймен айтып жатыр. Және де негізі біз Нұрдәулетпен өте жақсы достармыз, жақсы сырласпыз деп те айтсам болады. Бірақ ешқандай бір достықтан үлкен айтатындай ұлы сезім жоқ. Жаныбек. Балауса, негізі Балауса мен айтамын да, Нұрдәулетте не деген анандай самооценка, құдай-ау, мен түсінемін, жат жаннан түнеді, бірақ анандай самооценка Нұрдәулет, ұят қой. Кейбір 18-20 жаста қыздарда ондай сенікіндей талап жоқ. Былай қарасаң, ана жер, мынадан таңғалдым да, Балауса ханым өлең қалай дейді да, жоқ, үміткерім қалай деген орнына, Балауса ханым өлең қалай, бұл қалай Нұрдәулет қалай түсінуге болады ана нәрсені? Енді сені сыйлап келіп отыр, сенімен тағдырлас екен, мен түсінем, Нұрдәулет, енді Құдай басқа бермесін, бірақ олай қарап керек емес сияқты, сен керісінше бұл кісіге